Айсель Style Breakfast каналына қош келдіңіздер. Осы апта сіздердің назарларыңызға мен шоколадты торт ұсынбақпын. Бұл шоколадты торттың басқа шоколадты торттарға қарағанда ерекшелігі бисквиттері өте жұмсақ болып келеді, ал ортасындағы шоколадты фадж ерекше дәм береді, және де кремі жаз мезгіліне сәйкес майсыз өте жеңіл болып келеді. Ең алғашқы фадждан бастаймыз, себебі шоколадты салмамыз тоңазытқышта қатып үлгеруі қажет. Көрсетілген ингредиенттерді араластырып, орта отта ерігенге шейін 10 минуттай ұстаймыз. Бисквит үшін баттермилк жасаймыз. Ол үшін сүтіміз бен лимон согын араластырып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Видеода көрсетілгендей, жағдайға жеткенде іріп кеткенге дейін күтуіміз қажет. Жұмыртқа мен шекерімізді жақсылап, массамыз көтеріліп, ағарғанға дейін араластырамыз. Шекеріміз жақсылап ерігеннен кейін алдын ала ерітіліп суытылған сары майымызды қосамыз. Сары майды қосқан кезде силиконды лопатаны қолданып араластырамыз. Сары май мен жұмыртқа қоспасын араластырған кезде видеода көрсетілгендей астыдан үстіге қарай араластыруға мән беріңіздер. Келесіде құрғақ ингредиенттерді енгіземіз, жартысын алып қоямыз, бірінші бөлшегін қосып, дәл алдындағыдай сары майымызды қосқан секілді астыдан үстіге қарай араластырамыз. Кішкене араластырғаннан кейін алдын ала дайындалған баттермилкіміз, яғни сүт пен лимон қоспамызды енгіземіз. Бұл жолы да силикондық лопатаның көмегімен астынан төбеге қарай араластырамыз. Қалған құрғақ ингредиенттерді енгіземіз. Енгізу процесі алғашқы процестегіден айнымайды, астынан төбеге қарай мұқият араластырамыз. Ең соңғы кезекте суытылған кофемізді қосамыз. Кофені қосқыңыз келмесе, жай ғана су қоссаңыз болады, бірақ кофе ерекше бір дәм қосады. Бисквитті формаларға құйып, алдын ала 180 дәрежеге дейін ысытылған пеште 30-35 минут пісіреміз. Әркімнің пешіне қарай өзгеріп тұрады. 25 минуттан кейін тексеріп бастасаңыз болады. Алдын ала форманы дайындаған кезде форманың астына пергамент жаямыз, жан жақтарын майламаймыз. Сол себептен бисквиттерімізді формадан алмас бұрын пышақпен өтіп шығамыз. Және де бисквиттеріміздің беті түзу болу үшін мен видеода көрсетілгендей 1-5 минут өткеннен кейін әлі ыстықтай бисквиттерімізді төңкеріп суытамын. Бисквиттерді формадан шығарғаннан кейін астындағы пергаменттен алып, толық суығанға дейін бір шетке қойып қоямыз. Бисквиттеріміз суығанға дейін кремімізді жасап қойсақ болады. Крем үшін бүкіл ингредиенттерді араластырып, миксердің орташа немесе жоғары дәрежесінде крем консистенциясына жеткенге дейін араластырамыз. Крем ингредиенттерінің ішінде қою кілегей болғандықтан араластыру барысында сіздер өте мұқият болуларыңызды сұраймын, себебі керектен тыс араластырып қойсаңыз, кілегей майға айналып кетуі мүмкін. Сол себептен видео көрсетілгендей консистенцияға жеткен кезде, яғни крем өз формасын ұстаған кезде тоқтауларыңызды сұраймын. Креміміз дайын, бисквиттеріміз суыды, кезек енді тортымызды әсемдеуге де келіп жетті. Тортымызды әсемдеместен бұрын кондитерлік қорапшаға бір бөлшек кремімізді бөліп қоямыз. Және де видеода көрсетілгендей бірінші бисквиттің үстіне крем жағып болғаннан кейін алдындағы қорапшаға салған кремімізбен торттың шеттерінен шекаралар десек болады жасап шығамыз. Бұл шекаралар біздің алдын ала дайындалған фаджымыз сыртқа қарай шығып кетпеу үшін, яғни тортымыз әсемдеген кезде кір бір эффект бермеу үшін жасалынады. Және де видеода көрсетілгендей фаджымызды жақсылап тұрып, бәр жеріне жететіндей, бірақ шекарадан аспайтындай қылып орналастырамыз.
Фаджымызды жағып болғаннан кейін үстінен тағы да креммен жауып жағамыз. Жабылып, крем орналастырғаннан кейін екінші бисквитімізді орналастырамыз. Және де жандарын, үстерін әсемдеуге кірісеміз. Торттың жандары мен бетін креммен әсемдеп шыққаннан кейін өзіңіздің қалауыңыз бойынша жеміс жидектермен немесе мен секілді макарондармен тортты әсемдесеңіз болады. Тортты жеміс жидектермен әсемдеу барысында нақты бір құралдар жоқ, әркім өзінің қалауы бойынша орналастырады. Жаздық шоколадты тортымыз дайын. Назар аударып қарғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздердің де үйлеріңізде жиі дайындалатын тортқа айналатынына үміттенемін. Кездескенше күн жақсы болғай. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Әр сенбі жаңа видеомен кездескенше.